Сәлем құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге күнделікті қазіргі кезде не жасап жатқанымды, не істеп жатқанымды, болашақта не істейін деп жатқанымды соның барлығын көрсетемін. Көптен жоғалып кеттім. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге үй жағдайында гүлдерді қалай көбейтуге болады, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Қазіргі жұмысынан көп ондай ештеңе айналысып жатқан жоқпын, бірақ дегенмен де жайлап дайындық үстіндемін. Алдарында көріп тұрғандай кеше стол жасап, столды барлығын дайындап қойдық. Клеенка төсеп қойдым. Ендігі кезекте сіздерге қазіргі күнделікті алдағы уақытта күнде не жасап жатқанымның барлығын түсіретін, көрсететін боламын. Мен бірге болыңыздар. Ең бірінші бізде қажетті, біздердің күнделікті істеп жүргенім, сіздерге алдынан бері көрсетіп жүрмін. Қазіргі кезде үй жағдайында үй гүлдерді жаңағыдай кіргізіп, уже герандар болсын үйге кіргізіп жатырмын. Солардың бір түрі катаранс гүлі, көріп тұрсаңыздар. Бұл кәдімгі тұқымнан түсіп қасынан шыққан болатын. Соны мен қазып алып, мен мынандай беккенмін. Мен қазіргі кезде гүлдеп жатырмын. Бұны да тұқымдан жіберген болатынмын бүкіл жерлерге барлығына. Мен қасында жағадан шығып жатқандар да бар. Бұл әрі үй гүлдің жаңағыдай катаранс гүлі, бұл әрі жаңағыдай үй гүлі ретінде және де далада өсетін болса да, бірақ үйге қарағанда далада бұл өте күшті өседі, толық неше түрлі түсі болады. және де көріп тұрсаңыздар, міне ортасы сары, өте ерекше гүлдің бірі. Бұл гүлді мен негізі жұлып тастау керек, бірақ мен жұлып тастап жатқан жоқпын, себебі қазіргі кезде енді гүл аз болғасын, терезенің алдында гүлдеп тұра берсін деп. Бірақ ертең қысқартамын, уже бұл гүлдемейді, себебі ұйқыға кетеді дегендей. Мен сіздерге қазір көрсетіп жатқан жұмысым, қазір көрсетейін. Алдарыңызда көрсетіп тұрғандай хризантемаға басында көрсететін боламын. Қызыл гүлді далада сіздерге көрсеттім ғой. Хризантеманың өзінің екі түрлісі болады. Мен білетін әйтеуір, біреуі мысалы хризантема мультифлора болса, екіншісі мынау білуімше корейский хризантема деп аталады. Мультифлора деген өте шар тәрізді үлкен болып өседі. Оны арнайы горшокқа кіргізбесе, ол өліп қалады екен. Корейский хризантеманың ерекшелігі, бұл өте қыстапта далаға шыға береді, және осы горшокқа да егуге болады. Менің қызыққа біреуін шетке еккен болатынмын. Шет жақта өзі не істеп қалды жаңағыдай. Әбден қалай айтсам екен, тапалып, қиылып сөйтіп қалды. Соның сөйтімді алдымда қиып, жаңағыдай қазып алдымда мынандай атысқа егіп қойған болатынмын. Августте ма сондай кезде. Сосын көлеңке жерде тұрды әбден. Содан кейін кіргізіп қойны жайлап өсіп отқанда мен осыны не істедім. Қазып қойған кезде міне қараңыздар. Мына жерде міне қараңыздар, толып кәдімгідей барлығы кәдімгідей толып шығып жатыр. Өте ұнады, биыл ғана еккен болатынмын, дегенмен де өте жақсы, бірақ кішкене ауырыңқырайды екен. Былай жаңағыдай тез көбейеді екен, тамырынан көбейеді екен. Далада да тұр, даладан да берсе көктемде көретін боламыз, қалай болады екен. Бұны тек мен қызыққа алған болатынмын. Не істейді екен, өсем бе, өспейм екен деп, бірақ дегенмен де құрт тамырдың өзіне еккенде міне көріп тұрсаңыздар алып кетті. Бұны да мысалы кейбіреулер тұқымдай да жіберіп жатырмын. Жаңа черенокты мысалы стакандағысын оны көктемде жібермесем, олдық жерде өзімізде алмаса, былай көмесе алыс жерге жіберу өте қиын, түсіп кетеді, немесе толып қалады деген сияқты. Енді бұны қалай көбейтуге болады сіздерге айтайын. Ең біріншісі міне өзі тамыр арқылы көбейіп жатыр. Сол біріншісі. Және де екіншісін сіздерге көрсетейін қалай көбейткенімді. Айтайын, кеше мынандай алдым. Сен мынандай өте қажет, өздеріңіз алып жүріңіздер. Гүлдеріне шашсаңыздар да, витаминде бірдемені құйсаңыздар да өте ыңғайлы. Менде негізі мұндай болды. Көбісінде бір жаман жері мынандай жарамай қалады, істемей қалып, ілкітті бір таңайтқыш қосқан кезде тіреліп қалса, уже істемей қалады, сол жері қиынды. Сол себептен мен осындай жылына неше рет аламын, білмеймін әйтеуір. Шақ келмейді. Жаңа хризантеманы айтқанымдай, сіздерге көрсетейін. Бірінші жолын сіздерге көрсеттім, өзі көбейеді. Екінші жолына мынандай арнайы стаканға суға салып қойдым. Ары кетсе 11-2 аптада тамырланып шығады. Үшіншісі кәдімгі кез келген одноразовый стаканға топырақ салып, үстіне салып, бетін жауып қойсаңыз, содан шығады. Енді сіздерге көрсетейін, хризантеманың қандай болып тұрғанын. Қазір тамырын
Қараңыздар. Так, біреуін алып көрсетейін сіздерге. Міне біреуін алып көрсетейін сіздерге. Міне қараңыздар. Бұл жерде не көрініп тұр ма сіздер, қараңыздар. Міне тамырланып шығып, тіпті жасыл жапырақтар да шығып жатыр. Былай қараңыздар, міне мына жеріне шығып жатыр. Яғни бұл бас жағы емес, мына көрдіңіздер, орта жағында міне басы мынандай шығып жатыр. Енді бұның бірінші не істедім? Ең бірінші әбден қазір көрсетейін. Мына хризантемадан көрсетейін. Қазір қараңыздар. Қазір мен қайшы алып келейін. Міне қазір көрсетейін, хризантеманы аламыз да. Содан мен мысалы сіздерге көрсетейін. Мына жерде мынадан ала салайын. Міне обычный мынандай түрін алдым. Осыны әбден кептіреміз, мына түбін. Кеп болғаннан кейін, или кептірмей не істеуге болады. Егер топыраққа салатын болсаңыздар, топыраққа сіздер айтып, кәдімгі дүкеннің грунтын аласыздар да. Карневин қосып отырады. Мен карневинді міндетті түрде қосам, себебі карневин дегеніміз арнайы тамырлататын сондай бір шамал бір 100 теңге ме, 80 теңге ме сондай тұрады. Бірақ көмегі өте зор, жаңағыдай көрдіңіз бе тамырды. Осыған аласыздар. Мынаны егер топыраққа салатын болсаңыздар, сразу кептірмей-ақ тек салып, топыраққа салып сайсыздар, мешокпен бетін жауып қоясыз. Немесе мысалы мынандай ыдыс болса, астындағы ыдысымен бірге қаймақтың ыдысы болса жауып қоясыз болды. Шамалы бір күнде бір-екі рет ашып отырасыз, сөйді тез тамырланады. Ал егер суға салатын болсаңыздар, онда кәдімгі қарапайым әбден кептіргеннен кейін барып, карневинге әбден салып, бір күн тұрғызасыз да, бір күннен кейін суын төгіп тастайсыз да, содан кейін барып қана тамырланады. Себебі міне қазір кептіреміз. Кептіріп болғаннан кейін суға салып қойсаңыздар, тез-ақ тамырланады. Қазір мына жерден тағы біреуін алайын. Енді мен мына жерде тамырланып тұрғандардың барлығын топыраққа егуім керек. Сонда ғана тез көбейетін болады. Түсінбей жатсаңыздар, комментария жазыңыздар, каналға жазылыңыздар. Бұйыртса күнде видео түсіретін боламын. Сіздермен бөлісетін боламын не істеп жатқандығымды. Солай, сау болыңыздар.